Mına Pavlodардың Ертіс ауданында bir неміс егін еккен бидай 40 гектар жері бар. Соған жаңағы қайбір жылдары Қазақстанның солтүстік жақтарын шегіртке басты. Ресейде парламентте қарады, саранча келе жатыр Қазақстаннан деп. Сол кезде анау егінді тып-типыл тапап кетеді екен. Сонда анау неміс Павлодарда біздің Тасболат деген қажымыз бар еді. Марқұм соған келіп, ей Тасболат, ты же знаешь, мои посевы, саранча идет. Мен енді мына шіркеуге патриархтардың алдына барсам болар еді. Бірақ мен соларды керек қылмай, мен саған келдім. Сделай что-нибудь. Bir нәрсе қылсайшы деді дейді. Сонда айттым дейді, мақұл. Айтқанды істейсің ба? Істеймін. 3 қара ал. Қара мал. Одного зарежем. Жұртқа қазанға асып жегіземіз. Ана екеуінің адрестерін көрсетемін. Қай жерде кім бар, мұқтаж адамдар таратамыз. Жақсы. Ол 4-еуін алыпты дейді. Сөйтіп, біреуін сойып, қазанға астық дейді. Ол енді ет пісіп атқанда қалғандарында сойып, жан-жақтарға бәріне таратып шықтық дейді. Ет піскенше. Етті жеп, көппен бірге бата қылып, кейін жайнамаз алып, жердің басына бардым дейді. Ей жаратқан Алла, мынау бәндең менің алдыма келіп тұр. Менің қолымда ештеңе жоқ қой. Мен не дей алам? Егер сен бұйрық берсең, әмірің жүрет, бұл егінді шегірткеге талатпауға сенің құдіретің жетеді. Мына байқұстың істеген мына қол қайырын жерде қалдырма, Құдая, қабыл қыл деп дұға қылдым дейді. Сөйтіп бір күні келді дейді. Кругом сиели деп айтады дейді. Майындағы қазекеңдердің егіндерін Құдай деп еккен егін түгі қалмаған. Тып-типыл қара жер қалған ғой. Жеп қояды. Менің жерімді ход одну стеблю не тронули деп айтады дейді. Bir sabağına şegirtke tiymedi деп айтты. Әнекей. Содан бір күні мен көшеде келе жатырмын дейді. Ғиық деп жаныма машина тоқтатты дейді. Жаяу келе жатқан ғой. Ей, Тасболат, ты что, пешком ходишь? Мә, машина кілтіме маған тастап кетті дейді. Әнекей. Енді Құдай тағалаға берсең, Аллах Тағала қарыздар қалмайды ғой. Біз бәндеміз ғой сол. Жетпей қалады, өтпей қалады деген сияқты ойға барамын.